Так, сонымен біз экспериментімізді бастаймыз. Кешірім. Есіміңіз кім? Ардәулет. Ардәулет, мен братишкам. Туған братишкам. Ұқсаймыз, ұқсамаймыз. Ұқсамаймыз. Генетикалық қандай күшті бізде рөл ойнағаны. Мына мен тұңғышымын, үйдің мына кенжесі. Так, мектеп оқушысы, иә? Қай класты бітірдіңіз? 6-шы класс. 6-шы класс бітірді. Биология өттіңіздер ме? Енді өтеміз ғой, 7-ші класста өтеміз. Биология әлі бастамадыңдар ма? Иә. Ештеңе өтпеді. Не сабақ өттіңдер сонда? Жаратылыстану ма? Жаратылыстану жүрсіңдер ма? 7-ші сыныпта басталды ғой. Онда сәл қиындау екен жағдай ма? Так, адам құрылысы туралы не білесіз? Бүгін біз менің братишкама, мектеп оқушысына, биология өтпеген мектеп оқушысына қабыну деген тақырыпты түсіндіруге тырысамын. Патофизиологиядан. Так, қабыну деген негізі бұл патологиялық процесстен ағзада жүретін, кәдімгі аурудың несі. Қабыну деген сөз саған бұрын бір кездескен ба, воспаление деген нәрсе? Кездеспеген, ютубтан ештеңе көріп қалмағансың ба, шотыстарда ондай жоқ па? Ауруды қабыну деген. Мықты, андай естігесің ба, бронхит деген естігесің ба? Иә. Не бронхит деген? Тамаққа байланысты ма? Тамаққа байланысты. Тамақ ауырған кезде бронхит деп айтады. Пневмония деген естігесің ба? Иә. Неге байланысты? Білмеймін, бірақ. Гастрит деген естігесің ба? Жоқ. Гастрит деген естігесің ба? Қандай вообще ауруларды білесің? Бір ит деп аяқталатын ауруларды білесің ба? Ит? Иә. Бронхит, гастрит, қандай жиі кездесетін ба? Стоматит деген білесің ба? Вообще. Стоматит деген білмейсің ба? Вообще естімеймін. Не бар? Ангина деген ше? Не ангина деген? Тамаққа байланысты болды. Тоже тамаққа байланысты дегенде аурулары. ОРВИ деген естігесің ба? Қандай? ОРВИ. Туберкулез деген естігесің ба? Естігесің ба? Не ол туберкулез? Өкпеге байланысты. Өкпеге байланысты. Өкпені ауру. Короче, мынандай да, қабыну деген сол ағзамызда былай, сен мені жақсы көресің ғой, мысалы, иә? Соғыс туралы тақырып, тарих дегенде. Соның негізінде қарастырамыз да. Қара. Мынау Қазақстан шекарасы болсын, иә? Қара. Примерно алайық. Сен Қазақстан шекарасы, мынау сенің аймағың. Сен өзің сол аймақтың тарихи Қазақстанды елестет та, сен осы аймақтың билеушісің. Сөйтіп, мына жақтан сенен жау басып кіреді. Көрдің ба? Басып кірген кезде не істейсің енді сен? Мен соғысасың ғой, дұрыс па? Не үшін соғысасың? Аман қалу үшін. Аман қалу үшін. Сенің мемлекетің өйткені, дұрыс па? Сен жеріңді, еліңді қорғап қалуың керек. Егер сен қорғай алмасаң не болады? Өлесің ғой? Өлесің, не? Адамдар не болады? Адамдар құлға айналдырады, дұрыс па? Дәл сол сияқты. Вообще адамдарды өлтіріп тастауы мүмкін. Енді дәл сол сияқты, мысалы, адам ағзасы да, адам ағзасы. Адам ағзасына сырттан жаңағы дұшпандар шабуыл жасайды. Ол дұшпанда жаңағы көп микробтар. Білесің ғой, бактерия, вирус дегендер да? Не ол бактерия, вирус деген? Адам ағзасында ауру тудыратын нелер, компоненттер, дұрыс па? Вирустар бар, бактериялар бар, кәдімгі білесің бе, нанның бетінде көгеріп кетеді ғой. Сол кезде сондай майда саңырауқұлақтар, зең саңырауқұлақтар басып кетеді да. Ондайлар да неге жеуге болмайды өйткені кейбіреулері адам ағзасында да ауру тудыруы мүмкін. Сондай бір туысқандар да, енді именно сол емес, бірақ сондай саңырауқұлақтар кейін қарапайым дегенде бар, құрттар деп айтамыз ғой бізде ішектерде, солардың барлығы мысалы сырттан келетін жаулар. Олар адам ағзасына түскен кезде не істейді? Біз адам ағзамызды зақымдайды. Егер біз содан қорғана алмасақ не болады? Біз ауру боламыз, дұрыс па? Ауыр жағдайларда ол бір жерімізді мысалы майып қалуы мүмкін. Дұрыс па? Тамағың ісіп кетіп, мысалы демаламай қалуы мүмкін. Өкпең бір жағы істемей қалуы мүмкін, иә? Себебі мысалы өлім құшуы мүмкін. Сол үшін біздің ағзамызда, адам ағзасында иммунды жүйе деген бар. Иммунды жүйе деген, мысалы не? Жүрек қан тамыр жүйесі деген білесің ба? Не ол жүрек болады, и қан тамырлар болады. Бұлардың қызметі қан айналымын жақсарту керек. Тыныс алу жүйесі деген бар, дұрыс па? Біздің ауамен дем алуымыз қамтамасыз етеді. Ауасыз өмір сүре алмаймыз ғой. Сол сияқты иммунды жүйе деген бар да. Ол сондай компоненттерден тұрады, и ол жерде бізде
мына қорғаныс әскерлері сияқты. Біздің ағзаларымызда мысалы мынау ағзамыз ғой, иә, бірақ ол жер ол ағзалар неден тұрады? Не майда құрылымдар, не жасуша деген білесіз ба? Не екен? Не жасуша деген? Мынандай бір тіршілік компоненті де, дұрыс па? Яғни біздің ағзамыз осындай жасушалардың бірлестігінен тұрады. Әрбір жасушаны біз әрбір как саған елестеткенде әскерің немесе тұрғындарың сияқты елестете аласың да, өзіңнің халқың сияқты елестетесің. Бір жасуша, бір халық, мысалы бір адам да. Сол сияқты мысалы көптеген ағзамызда әртүрлі маманданған жасушалар бар. Мысалы сен сол бір аймақтың әкімі болсаң, сенде әртүрлі мысалы кәсібилер бар ғой, дұрыс па? Мысалы кімдер бар? Денсаулық сақтау жүйесіндегі мысалы дәрігерлер, медбикелер керек. Қорғаныс жүйесінде әскери қызметте сен шекараңды қорғайтын әскерлер керек, дұрыс па? Кейін өндірісте жұмыс жасайтын адамдар керек. Базарда сатушылар керек. Жаңағы егіншілікпен айналысатын, мал бағумен айналысатын әртүрлі адамдар керек қой. Сол сияқты біздің ағзамызда әртүрлі жасушалар бар. Біреу мысалы қан айналымды жақсартады, реттеп отырады. Біреу жаңа ауаны тасымалдау, тыныс алуды реттеп отырады. Біреу біз жаңа тамақ жеген кезде сол тамақтарды қорытып ағзаға әр керек жерге тасымалдауды қамтамасыз етеді. Сол сияқты кәдімгі біздің ағзамыздың әскери жүйесі де бар да, иммунды жүйе. Сол иммунды жүйе енді мына сырттан кірген жауларға қарсы тұру керек, төтеп беру керек. Осы екеуінің арасында болатын соғыс, бізде қабыну деп аталады. Түсіндің ба қабыну не екенін? Яғни қабыну біздің ағзамызда жүріп жатқан соғыс. Дұшпан бізде тек сырттан келе ма? Іштен де кейде пайда болады. Кейде де іштен пайда болады. Сол сияқты адам ағзасының өзінен де сырттан ешқандай кірмесе, іштен жаңағы зақымдаулар пайда болуы мүмкін. Оның себебі сонда іштен де болуы мүмкін. Сол дұшпандарды, мынандай термин бар. Дұшпандарды сипаттайтын. Оны біз флагогендер деп атаймыз. Көрдің ба? Флагогендер деп аталатын осындай дұшпандардың аты. Яғни ол сырттан келуі мүмкін, және іштен де пайда болуы мүмкін, дұрыс па? Көбінесе сырттан келеді. Сырттан келсе, оны экзогенді деп атаймыз. Экзо деген сыртқы деген сөз да. Іштен келсе, ол эндогенді деп аталады. Эндогенді. Бұның бәрі негізі андай не? Латын терминдері да. Медицинада біз латын тілін қолданамыз да, не үшін деген сұрақ айтып кете салайын. Өйткені мысалы әртүрлі ұлттың адамдары бар, дұрыс па? Мысалы бір Қазақстанның өзінде де қаншама ұлттар бар. Олардың әрқайсысы мысалы біреуі қазақша, біреуі орысша сөйлейді, біреулері басқа өздерінің тілдерінде сөйлейді. Бірақ бәрінің ортақ бір алмасу тілі болу керек деп сөйтіп ертеректе адамдар осы медицина саласында латын тілін таңдаған екен. Оның латын тілі енді бұрынғыдан келе жатқан тіл ғой, көп біледі деп сөйтіп терминдер солармен белгілесек, кейін басқа дәрігерлер мысалы біреудің ауру тарихын оқимыз ғой мысалы, құжаттарын сол кезде түсінікті болсын, әрі біреудің ақпаратын да оқуға түсінікті болсын деп осындай латын несін белгілеп алған. Сол қабынуда біз көбінесінде мынау ит деген жалғау бар ғой, соны қолданамыз. Жаңағы тоже бронхит деген мысалы бронхтың қабынуы. Тыныс алуда бізде қара мұрыннан кейін мына жерде жұтқыншақ деген бар да. Жұтқыншақтан кейін қара бұл көмей деген бар. Шықты орнынан көріп тұрсың ба? Мына көмей кішкентай осындай. Одан кейін мына жерде кеңірдектен тұрып қалады. Кейін екеуі бөлінеді, сонда бронхтар болады мына жерде. Көп таралды, ауаны ары қарап жіберетін да. Осы бронхтың қабынуы бронхит болады. Асқазанның латыншасы гастер да. Сонда қабыну не болады? Гастрит болады. Тағы не бар? Мысалы мына жерде мұрын қойнаулары бар. Біз гайморит дейміз ғой. Сол автор бойынша Гаймор деген адам ашқан да, Гаймор қуысы деп аталады. Сонда қабынуы гайморит болады. Ми латынша мысалы энцефалон. Сол қабыну не болады? Энцефалит болады, дұрыс па? Мидың сыртында қабықшасы бар. Менингиалды қабықша дейміз. Жұмсақ қабықша да қазақша. Латынша менингиалды қабықша болады. Сонда оның қабынуы менингит болады. Тағы бар. Мынау көздің сыртындағы ақ қабық бар ғой. Сол кератинді заттан тұрады да. Алтын жасын ұмыттым қалай екенін. Сонда оның қабынуы кератит болады. Дұрыс па? Көп ауру бар. Қазір мұрынның ішкі қабығы бар ғой.
латыншасы қандай еді? Шышты қабығы бар, короче. Латыншасы мұрын қуысының есіне шығып тұр. Қабыны ринит деп аталады. Ринит деген естіген шығарсың, рекламаларда шығады ғой, ринит. Жарайды. Түсіндің ғой, бастысы ит деген жалға жалғанады. Кейін андай бір ежелден келе жатқан аттар бар, мысалы пневмонияда тоже не да, бір термин ғой. Иә болып аяқталып тұр. Бірақ негізі ол мысалы осыған салсақ пневмонит болу керек. Пневмонит деген термин де қате емес та. Бірақ пневмония деген сөз короче бір жөннен келе жатқан екен, соны қолданып кете берген да. Сол не деді? Енді сен мынау сен бүтін бір мемлекеттің бір бөлігісің. Дұрыс па? Сен жеріңе шабуыл жасады. Енді әрине сен бірінші өзіңнің жергілікті әскеріңді қолданасың. Дәл сол сияқты мына кез келген қабыну мысалы түскен кезде бізде негізі сырттан келетін болса дұшпанның негізі кіретін 3 жолы бар. Көбінесе ауыз қуыс арқылы. Өйткені теріні қара біздің негізінен как мына шекарада сен дұшпандармен бірге өмір сүріп жатырсың ғой. Дәл сол сияқты біздің де қазіргі кезде мына терімізде көптеген бактериялар өмір сүріп жатыр. Бірақ біздің терімізде әр жерімізде жергілікті иммунды жасушалар бар, біздің әскеріміз. Сол себепті олар қазірше бізді теріден ары қарай өте алмай, не алмай жатыр, зақымдай алмай жатыр. Мына жерден ол өту үшін не болу керек? Либо шекараның бұл жері зақымдалған болу керек, немесе олар көп әскермен келу керек, дұрыс па? Сол жақта мына жерде либо көп бактерия түсу керек, иә? Сен егер ауруханаға барсаң, автобуста біреу деп жөтеліп, сен мына жеріңе көп бактерия түсіп кетсе, немесе теріңде жара болса. Сол жерде ғана өте алады. Артық біздің теріміз өте мықты қорғаныс жүйесі. Ал мына шырышты қабық теріге қарағанда кішкене әлсіздеу да. Сол себепті мына шырышты қабықтардан өту оңай болады. Ауыз қолымызда кәдімгі не болып тұр ғой, мына қызыл болып тұр ғой, қызыл түсті. Қаттап тұр ғой, сол шырышты қабық дейді соны. Сонда ауыз қуыс арқылы ене алады. Мұрын қуысы арқылы ене алады, көзіңнің сілемейлі қабықшасы арқылы ене алады да, және зәр шығару жолдары бар ғой, тура сол сияқты. Оның да ішкі қабаты сондай не шырышты қабық, ауыз қуыс сияқты жүйелерден кіре алады. Ең жиі осы анау мұрын жұтқышы, ауыз жұтқыншы аймағы. Сол себепті де бірінші қыста суық болған кезде қай жеріміз ауырады? Тамақ ауырады, дұрыс па? Сол өйткені ол жер ең бір сондай не да. Әрі әскер де сол жерде жақсы дамыған, жиналып қалған. И дұшпанның да кіретін жері негізі салыс сол жер күшті. Бүкіл өткелдің арасында бір өтетін жер бар да. Сол жерден кіріп өтеді. Сонымен осы жерге шабуыл жасаған кезде бірінші мына жердегі жергілікті жасушалар енді әскері қарсы тұрады. Тамақта сөйтіп бірінші жергілікті осы жерде қабыну пайда болды. Қабыну деген не дедік? Қазір қабыну деп не айттық біз? Дұшпанмен жергілікті әскердің арасында болып жатқан соғыс. Соғыс қай жерде болса, зардап шегетін де сол жер, дұрыс па? Сол себепті дұшпан қай жерден кірді, сол жерде бірінші басталады и сол жер қатты зардап шегеді. Сен дұшпанның енді мысалы тыныс алу жолына кірді да, сенің бірінші әскерің мына жерде тамақтан ісіп кететін бар ғой, екі шақырым шар. Сонан бадамша бездері деп атайды. Сол сенің әскерің орналасқан база. Давай осы тамақтың несіне мысалына қарастыра берейік. Сен әскерің осы жерде кірді да, сонда қай жерде соғысады олар? Сол жерде соғысады. Сол жерде соғысса не болады? Сол жер зақымданады. Сол жерде қирайды, дұрыс па? Сол жерде енді ол қирағанды сен қалай көресің? Көзбен көресің, дұрыс па? Өртеніп кеткен, складтарың жоқ, қоймаларың бәрі адамдар үйін өртеп тастаған. Сол сияқты мына жерде қабынудың негізгі 5 белгісі бар. Қабынудың бір негізгі 5 белгісі. Қайда сен тамағың осы тамағың ауырған кезде өзің айтып көрші, қандай бір не өзгерістерді байқайсың? Не істейді? Тамағың бірінші ауыру сезімі. Көрдің бе? Бірінші ауыру сезімі. Ауырады, иә? Екінші не істейді мына жердегі бадамша бездерің? Ісиді. Дұрыс па? Ісіну екінші. Сен медицинада білесің ғой. Үшінші, сол жер тамағыңды ашты, бүйтіп бәрі көреді ғой. Сол кезде не көреді? Не қайтып тұр екен деп айтады? Қызарып, білесің ғой сен. Медик боласы. Үшінші қызару. Жергілікті сөзден ұқса. Төртінші, мына жерде байқалмауы мүмкін, бірақ
не болады сол жерде жергілікті температура көтеріледі. Бесінші бар, сен тамақ ісіп кетсе не болады? Саған қандай зардап әкеледі? Тамақ ісіп кетсе не істей алмай қаласың? Жұтына алмай қаласың, сөйлеуің қиындайды. Жұтына алмай қаласың, не боласың? Тамақ іше алмай қаласың, дұрыс па? Демалған кезде де қиналасың, деп бүйтіп тұншығып қаласың, мұрның жаңағы қақырата шыққан кезде. Сонда сол жердегі функциясының бұзылуы. Функцияның бұзылуы. Қабынудың осында 3 белгісі бар. 5 белгісі бар, осының кемінде 3-еуі болса, сен оны қабыну деп айта аласың, мысалы. Маған бір любой органды айтшы, мысалы. Ауыз қуысы ма? Мысалы, ауыз қуысында жаңағы стоматит деген бар. Ойылып кетті деп айтамыз ғой. Ойылып кеткен кезде не болады? Бірінші ауру сезім болады. Иә? Ол жердің несі кішкене ісініп тұруы мүмкін. И ол бар болғандықтан мен дұрыс тамақ жей алмаймын. Бұл 3-еу болса, мен уже қабыну болады, яғни стоматит болып жатқанына көз жеткіземін. Тізеде мысалы. Тізең құлап қалдың, иә? Тізең құлап қалған кезде не алады жер? Ісінеді, ауырады. Ісінеді, ауырады. Жүре алмай қаласың ғой. Ісіну бар, ауырсыну бар. Қарасынан қызарып тұруы мүмкін. Буын артрит. Буынның қабынын артрит деп атайды. Сонда латын жазып қалай болады ма? Латын тілін өтпегенбіз, біз осылай айтамыз. Функциясының бұзылуы көрдің ба? Осында қабынудың 5 белгісі бар. Қандай? Ауырады, ісінеді, қызарады. Ұстап көрсең? Ауырады, жоқ. Жылы болып тұрады сол жері? Температура көтеріледі, одан кейін қызметі бұзылады. 5 қабынудың белгісі бар. Соңғы 3-еу болса кемінде қабыну деп айта бересің. Оп, жарайды енді. Нелер соғысып жатсың? Енді сен өзің жалғыз соғыса бересің ба осы жерде? Жоқ. Не істейсің? Әскер жинаймын. Әскер жинайсың. Қаяқтан жинайсың? Сол жерде? Осы жерде жинайсың, сосын не істейсің? Соғыста не істейді өзіміз, дұшпан басып кірген кезде не істейді? Қарсы тұрасың. Жайды осы жерде қарсы тұра, өзің қарсы тұра бересің ба? Мына жақта сен Астанаң бар, мына жақта басқа облыстар бар. Не істейсің? Мына жақта көмек сұрамайсың ба? Яғни көп әскер, аз әскер болса, енді өзің тастап жүрген көп әскермен келіп қалды, енді сен хабар жіберуің керек, дұрыс па? Қаяқтан хабар сөйлесің? Ол столицаға барып, маған әскер жіберіңдер десең, кейін жақын тұрған не істейсің? Аймақтардан әскер сұрайсың. Дәл сол сияқты, мысалы, мына жер қазір бізде соғысып жатыр ғой, бірақ бұл жердің енді ауру тудырды десе, демек, мына жердің күші жетпейді. Ол енді басқа жердегі әскерді шақыру керек. Бізде негізінен иммунды жасушалары бар. Олар енді әскердің түрлері ғой. Мысалы, сен әскердің қандай түрлері бар? Қандай әскердің түрлерін білесің? Мысалы, қандай, мысалы, тек жаяу әскермен соғыса бересің ба? Қолдан нәйза ұстап алған, или тағы әскердің түрлері бар ма? Автоматпен, танкпен соғысады. Жайды бұрынғы кезде айтады. Потты енді қара, автоматпен соғысатындар бар. Иә, қолдарына жаңағыдай калашников алып бүйтіп соғысады. Кейін танк айдайтындары бар, дұрыс па? Кейін ұшақ бар, әуе әскері бар. Қасында су болса, теңіз әскері бар, дұрыс па? Күлі әскердің түрлері бар. Сол сияқты азасында да осындай әскердің түрлері бар. Олар бізде нейтрофилдер, одан кейін макрофагтар, макрофаг, моноцит деп аталады да. Қарам, екеуі негізі бір жасуша. Просто ол қанда жүрген кезде моноцит болады да, бірақ қанның шекарасын өтіп бір жерге барып орнығады ғой. Сол кезде макрофаг деген жасушаға айналады. Тек сол жерде қалып кетеді кейін. Сол жерде жан тапсырады. Және мысалы әскери базада дайындалып жүрді да, моноцит болып. Сөйтіп әртүрлі облысқа оны жібереді ғой. Сол кезде осында макрофаг деген дәреже алады. Нейтрофил деген бар. Бұлар бактерия, қарапайымдар бар ғой, ірі әскер. Соларға маманданған. Бактерия, егер ағзаға бактериялық инфекция түсетін болса, онда нейтрофилдер көп барады. Одан кейін эозинофил деген бар. Эозинофилдер көбінесе құрттар бар ғой. Құрттар түскен кезде осылар барады. Одан кейін базофил деген бар.
базофилдер бұлар көбінесе мындай аллергия тудыратын заттар түседі ғой. Мысалы сен неге аллергияң бар? Аллергия жоқ менде. Қой бар ғой. Жоқ. Тамағың ісіп кетеді, не жесең тамағың ісіп кетеді. Сен бірақ қазір кетіп қалған иә? Сен бұрын кішкентай кезінде, короче, андай цитрусты жемістер жейсің ғой, апельсин, мандарин, сол кезде бірден тамағың ісіп кетеді. Айтып еді ғой, жедел жәрдем шақырдық деп. Түсініп жоқ қой. Сен кішкентай кезінде жаңа жылда жедел жәрдем шақырғанбыз. Сен демала алмай деп кетеді. Өлмеуімізден аман қалсаң. Сөйтіп, одан кейін лимфоцит деген жасуша бар. Лимфоциттер бұлар вирустар бар ғой. Осы кезде жақсы жұмыс атқаратындар лимфоциттер. Түсіндің ба? Бірақ сенде қазір мына жерде жергілікті бір-екі нейтрофил жасуша болуы мүмкін. Основном жаңа жергілікті саған қандай әскер дедік? Яқта моноцит болып дайындалады да, сөйтіп саған жергілікті макрофаг жасушалар болады. Мына жерде макрофаг жасушалар бар. Солар енді неға хабар беру керек. Сен кімді жібересің? Любой адам жібересің ба или? Сенімді маманданған адам жібересің, иә? Дәл сол сияқты осы макрофагтар өздеріне сенімді адамдардың көмекшілерін жібереді. Олар бізде интерлейкиндер деп аталады. Негізі интерлейкиндер дегенде андай осы именно соғысқа қатысатын не бар, иә? Сол қабыну факторлары да, оны біз негізінен былай айтамыз, қабыну медиаторлары деп атаймыз. Қабыну соғысты поддерживать ететін бізде кім? Әскер ғой. Дәл сол сияқты. Онымен қоса әскерді не істеу керек? Әскер адам баласы болған соң тамақ жеп, ұйықтайды, қажеттіліктері бар, сауыттары бар, қылыштары бар дегендей. Соның бәрін поддерживать ететін, барлық заттар, барлық бүкіл заттарға қабыну медиаторлары деген атау берілген. Және бұл сенің ресурстарың. Ресурстарың жоқ болып қалса не істейсің? Соғыстамай қаласың. Бұл сияқты осындай заттар керек. Соның ішіндегі біреуі бар, интерлейкин 1 деп аталатын. Осы макрофагтар өзінен бөледі. Осы макрофагтар интерлейкин 1-ді қанға бөледі да, олар қанмен аралап жүріп бүкіл жерге хабар береді. Еще мысалы сен тамағың ауырған кезде ше, тағы қандай бір симптом сезесің? Қандай бір сағым? Тамағың ауырған кезде парацетамол бере ма? Не үшін береді? Тамағын қою үшін. Тамағын қою үшін бермейді парацетамолды. Парацетамолды қай кезде ішесің? Жарайса қинамай ақ қойшы, кішкентай болсын. Короче, не, қара, сен тамағың ауырған кезде басың ауырып, кейін температураң көтеріле ма? Қызба болады, дене қызуың қанша, мысалы, нормада қанша болу керек? 35-36 болу керек. Ал ол кезде мысалы 37-38-ге дейін көтеріледі. Неге? Себебі мынау барды да бүкіл жерге хабар берді. Бүкіл ағзаңа. Енді мына сенің келесі мына отырған бекіністерің не істейді? Неге мынаны бұзып шығатын болса, ол бізге келеді ғой деп бүйтіп. Шошып кетеді, қорқып кетеді. Сол сияқты бүкіл сен ағзаңа енді сондай хабар берілді. Интерлейкин 1 деген. Ол жерде көп та, әртүрлі жаққа енді не жібересің ғой сен? Әскерлерді жібересің, хабаршыларды жібересің ғой. Бірақ ең основной ішіндегі хабаршы болады, мынау астанаға хабар бересің, дұрыс па? Қай жерде мысалы сенің басшың отыр, сол жерге барасың. Дұрыс, бірінші сол жерге хабар беру керек қой. Сол сияқты интерлейкин 1 деген сол қабыну кезіндегі ең главный хабар беруші. Осының көмегімен орталық жүйке жүйесінен миға барады да, бұл сөйтіп сол жерде жылу реттейтін орталық бар. Соны хабар беріп, температураң көтеріледі. Неге? Себебі жоғары температура кезінде әскерің жақсы жұмыс етеді, мына әскерлерің. Еще ол жоғары температура болса, зақымдаушы факторға жайсыз. Біз негізі қай кезде жиі ауырамыз? Қай мезгілде? Қыста жиі ауырамыз. Неге? Күн салқын болады, иә? Соны олар салқын ауаға бейімделген да. Біздің әскерлеріміз ол жаңағы дене температурасын көтеру арқылы оларға қолайсыз жағдай тудырады. Тарихта оқыған шығарсың, мысалы, кім сақтар өттіңдер ғой? Сол кезде анау Кир, Дарий дегендер басып кірді ма? Сол жерде бір анау не бар еді ғой? Шырақ беді? Шырақ деген оқиғасын естігесіңдер ма? Шырақ беді, сондай. Короче, анау Дарий деген біреу шабуыл жасаған кезде
жүріңдер мен саған сендерге олар қай жақта өмір сүріп жатқанын көрсетемін дейді да сөйтіп шөлге лағып кетеді ғой. Олар ана ыстыққа үйренбеген ғой, әскер қырылып қалады. Дәл сол сияқты мынау ыстыққа үйренбеген ғой олар. Сол сияқты осыларды жою үшін бүкіл ағза температурасын көтеріледі. Ол жайдан жай емес, көрдің бе? Бірақ ол да мысалы жайсыз әсер етеді, өйткені сен температураң көтерілген кезде әлсіреп қаласың, иә? Әлсіреп бүйтіп ұйқың келіп, еще тәбетің болмайды. Оның да зардаптары бар, бірақ оның үстіне қорғаныс жүйесі. Енді мынау бізде енді тек осы жерде ғана емес, бүкіл жерде әскерлер бар. Әскерлер шоғырланған базалар бар. Олар мына жерде бізде көкбауыр деген ағза бар, иә? Балаларда мына жерде тимус деген бар. Айырсабез деген да. И лимфа түйіндері деген бар. Бүкіл ағзада бір топ-топ болып әр жерде тұрады. Мысалы, мына жерде мысалы екі бір түйін бар. Мына жерде түйін бар, лимфа түйіндері бар да. Көп жерде әскердің шоғырланып отқан жерлер бар. Сол жерге хабар береді. Ең жақын жерлерден сөйтіп не алады? Қан арқылы. Қан тамырлар, ол бізде қан тамырлар бар, және лимфа тамырлар деген бар да. Осы екеуі арқылы бізде жасушалар қозғалады. Яғни ол біздің кәдімгі ағзадағы трассалар, жолдар. Машиналық жолдармен жүреді ғой. Дәл сол жасушалар да осы қан тамырлары солардың көмегімен жүреді, айналып. Так, сөйтіп соғысып жатыр, сөйтіп әскер жібердік. Енді ол әскерлер келгеннен кейін не болады? Оларды соғысып жеңеміз. Так, сөйтіп жеңгеннен кейін шекараны бітейміз. Дұрыс па? Қайттан құрылыс жасаймыз. Бірақ мынау біз мысалы басында соғысып жаттық, кейін оны жеңіске жетеміз ғой біз толық. Оған қандай нәрселер бізде көмек береді? Ең бірінші кезекте ол әскердің саны, дұрыс па? Екінші кезекте не? Қалай ойлайсың? Соғыста жеңудің басты несі? Тактика, иә? Тактика. Үшінші? Ең күшті қарулар қай жерде сақталады? Шекарада сақталады ма? Қалай ойлайсың? Ең күшті заттар, қарулар. Арнайы өзінің базасы. Арнайы өзінің базаларында, немесе астанаға жақын жерлерде сақталады, иә? Дұрыс айтасың негізі. Әртүрлі өзінің базаларында сақталады. Оны барлық адамға шекараға беріп қоймайды, иә? Қымбат, андай күшті атомный бомбалар, иә? Әртүрлі мысалы қару-жарақтар. Ол өздерінің әскери базаларында сақталады. Сонда сен базалардан сол әскерді нелерді алдыра аласың. Сонда күшті қару бар, арнайы сондай мықты да. Ол бізде антидене деп аталады. Ол обычно қолданылмайды кәдімгі кезде. Тек дұшпан кірді ма, сөйтіп әскері келді ғой мысалы. Сөйтіп сұрайды одан, қандай әскермен келді олар деп. Қандай әскермен келсе, мысалы, танкілермен келетін болса, оларға қарсы танкі жібереді, дұрыс па? Самолеттер келетін болса, оларға қарсы самолет жібереді. Егер теңіз арқылы шабуыл жасап жатса, теңіз флот әскерлерін жібереді, дұрыс па? Дәл сол жақты сұрайды да, и қандай нәрселер көп, соған қарсы сондай қарсы қаруларды синтездейді. Бұл синтездейтін жасушалар бізде Б лимфоциттер деп аталады. Обычно олар енді жай бір рахат өмір сүріп жатты. Сөйтіп бұған интеллигент бір келді де айтты. Что там? Бізге осындай шабуыл жасады, бізге осындай қару керек. Жарайды дейді, енді ол барып өзінің жұмыс орнына барады. Ол қарапайым халық еді Б лимфоцит. Жұмыс орнында ол плазмалық жасушалар деп аталады. Плазмалық жасушалар деп аталады да. Есе ол өзіне қандай қару керек екенін білді да, соған қарсы арнайы қаруды синтездейді. Қару бізде қалай аталады? Антидене. Антидене деп аталады. Бұл қаруден не істейді ол? Барады да жібереді. Соғыс болып жатқан жерге жібереді. Сөйтіп бұл қарумен ол дұшпанды жеңеді. И бұл қару осы жерде ұзақ сақталады. Ағзада ұзақ сақталады. Өйткені ол қандай дұшпанның кіргенін көрді. Дұшпанда қандай әскер бар екенін көрді. Енді что-то не істейсің сен. Может, ол неқтан шабуыл жасап қалатын шығар, мүмкін неқтан шабуыл жасап қалатын шығар деп, сол жердегі аймақтарды осы қарумен қамтамасыз етесің. Жеткізіп бересің, бізге президент болса. Бұл сияқты мысалы
Біз өмірімізде бір-ақ рет ауыратын аурулар бар. Қандай аурулар екенін білесің бе? Қызылша деген ауру білесің бе? Қызылша? Иә. Қызылша, қызамық деген естісің бе? Қызарып кетеді ме? Беттеріне шығып деген Иә, сияқты. точка бүкіл енді сен кішкентай кезінде ауырып кеткен ғой. Сол кезде үйде бәріміз бірге ауырғанбыз. Ол жұғады ғой, иә? Иә, соған жұқпалы ғой. Ауада жұғады. Бірінші мен классымда біреу ауырды да, сөйтіп одан кейін мен соны үйге алып келдім де инфекцияны. Содан кейін бәріміз ауырдық бірге. Барлық медицина. Сөйтіп, короче, өмірімізде бір-ақ рет ауырамыз. Неге? Өйткені осы жаңа қызамықтың, қызылшаның вирусы, ол вирусты ауру да. Азы танып алды ғой, біледі ғой енді. Соған қарсы бүкіл аймақты соған қарсы қарумен, антиденемен қамтамасыз етіп тастады. Бұл қару өмір бақи сақталады. Сол себепті адамдар өмір бақи онымен енді ауырмайды. Кейде ауырып қалуы мүмкін. Неге? Себебі қару жетіспеуі мүмкін. Қару дұрыс емес болуы мүмкін. Сол кезде ғана ауыру мүмкін да, қайталап. Сонда яғни иммунды жүйеміз әлсіз болып қалуы мүмкін да. А так өмір бақи ауырмаймыз. Мысалы тұмаумен де мысалы бір рет ауырдық, одан кейін сол мезгілде қайтадан ауырмаймыз. Ауыруымыз мүмкін қай кезде? Иммунды жүйеміз, иммунитетіміз әлсіз болған кезде. А так мықты болып тұрса, қайтадан ауырмаймыз. Сол сияқты антиденелер ұзақ сақталады. Сөйтіп, мынаны жеңіп, осы жерде қайтадан енді не істейсің енді? Қайтадан қалпына келтіресің. Қайтадан бұзылған үйлер, шекарадағы қорғаныстарды, қайтадан барлық ғимараттарды салып, қайтадан егістік жасап. Осыған не істейді? Зардап әкеледі, дұрыс па? Қандай зардап әкеледі? Бірақ сен зато не істедің? Жеңдің. Сонда қабынуды анықтамасында былай айтады екен. Жаңа эндогенді және экзогенді, сырттан және келген зақымдаушы агенттерге қарсы адамның иммунды жүйесінің серпілістері қорғанысатын. Және ол қорғаныс жүйелерімен бірге әрі сол жердің зақымдалуымен де бірге жүретін біртектес дерттік үрдіс болып табылады екен. Біртектес дерттік үрдіс деген термин бар да. Яғни зақымдаушы фактор қандай болмаса да, оған қарсы жауап барлығында бірдей болады деген. Дұрыс қой, мысалы, саған қандай дұшпан шабуыл жасамаса да, не істейсің сен? Әр дұшпанға қарсы жаңа нәрсе ойлап табасың ба? Жоқ. Бірінші шабуыл жасаған кезде бәріне бірдей жауап бересің, дұрыс па? Қолыңда не бар, сонымен жауап бересің. Дәл сол сияқты ағзада қандай ресурстар бар, дәл солай жауап береді да, соны біртектес дерттік үрдіс дейді. Яғни сен ол Құдай сақтасын, бірақ Қытай шабуыл жасады да, орыс шабуыл жасаса да, Өзбекстан жақтан, Америка әуе арқылы шабуыл жасаса да, оларға бәріне беретін жауап бізде біреу ғана. Өйткені біздегі өзіміздегі бар үйретілген техника біреу ғана. Уақыт өте келе басқа жауаптар беруіміз мүмкін. Жоққа шығармаймыз, дұрыс па? Яғни өйткені біз жаңа не ойлап табамыз? Тактика ойлап табамыз біріншіден. Өйткені әр адамға бөлек тактика бар, бірақ бірінші кезекте біз бәріне бірдей жауап береміз. Бірдей қорғанамыз да, бірақ кейін тактика ойлап табамыз. Не істейміз? Жаңа қарулар ойлап табамыз. Мысалы, ковид кезінде де бірінші пайда болған кезде адамдар не істерін білмей қалды да. Сөйтіп өзіне бірінші бұрыннан біліп жүрген нәрсені қолданды. Кейін жаңадан не ойлап тапты? Емдеуге сондай. Алдын алу үшін не ойлап тапты? Не салдырдық? Вакцина ойлап тапты. Сол сияқты жаңа тактика қарулар ойлап табылды. Қанша уақыт? 34 минут болды. Сөйтіп, короче, осындай қабыну деген осындай ағзадағы сен ішкі және сыртқы дұшпандарыңмен соғыс. Қабынуды 3 кезеңге бөлуге болады. Бірақ енді соғыс бәрібір жүріп жатыр ғой. Бәрібір негізі қабаттасып жүретін процестер, бірақ шартты түрде былай примерно 3-ке бөлуге болады да. Олар альтерация деп аталады. Біріншісі, екіншісі эксудация, үшінші пролиферация. Альтерация деген зақымдану деген сөз. Яғни бірінші шабуыл жасаған кезде сен қай жерің зақымдалады, сол жерде жүретін процестер ол альтерация болып табылады.
екіншісі эксудация. Эксудация деген сен жаңа хабар жібердің ғой. Хабар жіберген сәттен бастап сен көмекке келетін әскерлерің бар ғой. Келеді, соның бәрі соғысып жеңгенге дейінгі сәт эксудация және жаңа не дейді келетін жасушалардың несі иммиграциясы. Иммиграция деген жаңағыдай Татарстанда білмейсің, әлбет білесіңдер ғой. Короче, иммиграция деген андай да, мысалы басқа елдерден саған қоныс аударып келеді ғой, мысалы қандастарымыз. Иммиграция дейміз. Бұл жерде осыған ұқсас қандай процесс болып жатыр? Қара, сен жаңағы жергілікті өзің әскермен соғыстың, бірақ қосымша көмекке әскер шақырдың. Басқа жақтан әскер келіп жатыр. Осыны терминмен иммиграция дейді. Миграция деген көшіп қонуда, сол иммиграция деген саған келеді, иммиграция дейсің. Соның көшуі. Сонда сол жасушалар келіп жатыр ғой саған. Мысалы зақымдалған мойныңа, тамағыңа келіп жатыр әскерлер. Сол иммиграция дейді. И сонымен ол өздері просто бүйтіп келмейді ғой. Алыстан келіп жатқан соң олар немен келеді? Көліктермен келеді, аттармен келеді. Дәл сол сияқты олардың қай жермен тасымалданады дедік? Азадағы жасушалардың трассасы деп айттық қой, нені айттық? Немен қозғалады дедік? Қан тамырларымен қозғалады дедік. Дұрыс па? Қан тамыр деген негізі бүйтіп елестеп тұрсың ба көз алдыңа? Биология өтпегенсің әлі. Қан тамыр деген андай да, бүкіл ағзамызда бүйтіп қалған кез келген жерің зақымдалып кетсе не дейді, қанайды ғой, дұрыс па? Өйткені көп әжеден де қан тамырлар бар да. Адам ағзасының құрылысы да осы. Мысалы Қазақстанда әртүрлі жолдар бар ғой, дұрыс па? Қан деген қандай зат? Сұйық зат, дұрыс па? Сол клеткалар енді келді да, осы сұйық затпен бірге. Енді мынау сенің жаңа зақымдалған тамағыңа қарай өту керек қой. Сол кезде олар просто өздері ғана өтпейді да. Олар келген жаңағы көліктермен бірге өтеді. Олардың көлігі сұйық, қанның сұйығы. Дұрыс па? Қан сұйық болғандықтан енді ол сұйықтықтармен бірге өтеді. Ол жерге сұйықтық жиналса, ол жер ісінеді. Көрдіңіз, ісінуді эксудация дейміз. Сол жерге сұйықтықтың жиналуы. Көрдіңіз, ол просто өздері келіп жатқан жоқ, өздерінің көліктермен келіп жатыр. Сонда арнайы сондай құрамы басқаша сұйықтық болады ол. Әшейін су болмайды да. Ішінде әртүрлі заттар болады, мысалы белоктар болады, сондай заттар болады, қосымша. Мен аяқта студенттермен айтайын, ол жерде жаңа белоктар болады, әртүрлі деңгейі, клеткалар болады. Егер көп техникамен келетін болса, даже жол үлкен болу керек қой. КАМАЗдармен келетін болса, үлкен жол ашасың, ол кезде даже қанның жасушалары болуы мүмкін ол жерде. Сондай заттарда құрамына байланысты эксудация деп атаймыз. Эксудация деген сұйықтық жиналады. Ол сонда оның пайдасы не біз үшін? Пайдасы ол жаңа бізге әскер әкеліп берді. Сол жерде еще ол жаңа сұйықтық осы жерде жиналып қалатын болса, айналасында. Қарасаң, көліктерін өстіп айналасында жиналып, еще сен қосымша бөгет жасауыңа болады. Көрдің ба? Эксудация дәл сол сияқты қосымша бөгет болады. Сол жерде бактериялардың ары қарап бүкіл ағзаға тарап кетуінен сақтайды. Сонда бөгетті ол бұзып өтетін болса, или сен үлгермей қалатын болсаң, инфекция бүкіл ағзаңа таралады да. Қатты ауырып, төсекте басың көтере алмай. Түсіндің ба? Сол жерде жергілікті қабыну болады, жергілікті соғыс болып жатыр. Егер сен төтеп бере алмай қалсаң, онда ол бүкіл елдің соғысына айналады, дұрыс па? Онда біз сондай жалпы қабыну деп айтамыз. Жалпы қабыну процесі. Ол бізде терминмен жаңағыдай жүйелі қабыну процесі деп аталады. Одан кейін соңы пролиферация. Пролиферация жаңа не дедік? Соғысты жеңіп, дұшпанды үйіне қайтарған соң не істейміз енді? Қайттан қалпына келтіреміз. Сол жақта мына жерде біз зақымдалды, көп клеткамыз өліп қалды. Солардың орнын толықтыру үшін пролиферация. Пролиферация деген бөлініп көбею деген мағынаны береді да. Сол жер сонда бөлініп көбею керек. Түсіндің ба? Сөйтіп болды. Кейін егер ресурстарың жетсе, нормально жазылып кетесің да, ресурстарың жетпей қалса, ол жерде просто орны бос қалып кетеді. Орны бос қалып кетсе, ол жерде тыртықтар пайда болады. Егер кішкентай жара болса, жоқ жазылып кетеді ғой, үлкен жара болса, кейін орнында не қалып кетеді? Із қалып кетеді ғой. Сол сияқты ол күнбе пролиферация жеткілікті нормальный болса, сен ресурстарың жетсе, онда нормальный болады. Егер сен келген жаңағы құрылысшыларың немесе материалың аз болып қалса, дұрыс алмай қаласың, қайттан қалпына келтірмейсің, сонда
сол жерде бір тыртық нәрселер қалып кетеді. Осымен біздің бүгін қабыну деген сағатымыз бітті. Не түсіндің? Негізі миым ашып кетті. Көп Миым ашып кетті ме? Көп сөйлеп жібердің ба? түсініксіз сөздер ғой бәрі просто. Жайдан бұл мына терминдерге қарама, просто мынау түсіндірген түсінікті болды ма? Ойын бірден түсініп жоғынан жаттап кету бірдеңе емес, бірақ главный механизм түсіну керек. Не істедің бірінші? Қабыну деген не екенін білдің ба? Не екен қабыну деген? Мындай сырттан келген жаумен сол іштегі соғысу ғой. Иә, соғысу, сол соғыс қабыну деп аталады, дұрыс па? Қабынудың зардаптары бар, дұрыс па? Иә. Аза пайдалы заттары бар. Пайдалы нәрсе ол дұшпаннан қорғану деп. Зиянды заты ол соғыстың қандай зардабы бар? Соғыста біз не үшін қорқамыз? Себебі ел тыныштығын кетеді. Дұрыс па? Дұрыс жұмыс жасамайсың. Мысалы бір жерін ауырып тұрса дұрыс жұмыс жасамайсың ғой. Тамақ жей алмайсың, әлсіреп бүйтіп, температураң көтеріліп, ағзаға үлкен зардаптар бар, сол үшін оны тезірек жазылып жіберу керек. Соғысты тезірек аяқтау керек. Дұрыс па? Бірақ оны прям тоқтатып тастауға болмайды. Себебі қабынуды біз тоқтатып тастайтын болсақ, дұшпандарымыз, яғни оларға қарсы күреспесек, кетіп қалады ары қарап. Сосын мына жерде қорғаныс, қабыну деген ол болу керек процесс. Біздің дұшпандарымыз деп отқан бұл не кімдер, нелер ол? Бактериялар, вирустар, микробтар. И іштен шығатын жаулар бар. Осындай процесстердің көмегімен жүзеге асады. Так, одан кейін не істейсің сен? Соғысып жатқан кезде көмек сұрайсың. Көп көмекшілерді жібереміз дедік. Негізгі көмекшіміз не дедік? Интелликин 1 дедік. Негізгі хабар беретін Интелликин 1. Сөйтіп, бұлар не істейді одан кейін? Әскерін жібереді. Еще ол таған бір жаққа барады деп айттық. Базаларға барады деп айттық. Базалардан сен не істейсің? Керекті нәрселерді. Керекті арнайы қаруларды аласың. Ол қару бізде қалай аталады дедік? Антидене. Антидене деп аталады екен. Осы қаруды жасап шығаруға егер дұшпанның бірінші рет келіп тұрса, 7-14 күн кетеді екен да. Сол 14 күннен кейін, сонда біз основном 2 апта ауырамыз да, 2 аптадан кейін жазылып кететіміз содан. 2 аптаның ішінде қару алып келеді да саған, дұшпаныңды толықтай жеңесің. 2 аптадан кейін жазыласың. Егер сенің қаруың жеткіліксіз болса, сен ұзақ 3 ай 4 ай ауырып жүресің. Өйткені андайда толық жеңіп кетуге әскерің жетпейді да, сен уже шекараға кірді да, и дұшпаның сенің кәдімгі халықпен араласып кетті. Сөйтіп оның бәрін тазалап үлгермейсің да, немесе сен кірді да, мына жерге бір өзінің базасын құрып алды. Жан-жақтан шабуыл жасап жатсың, бірақ олар уже сен бір бекінісін жаулап алды ғой, и олар жеңілмейді да мына жерден. Өйткені ол жерде өздерінің қаруларын жасап жатыр, сен жақтан сырттан шабуыл жасап жатсың, жеңе алмайсың, екеуін бір-бірін жеңе алмайсыңдар. Сол кезде уже созылмалы, ұзаққа қабыну керек, оны созылмалы қабыну дейміз. Ол жаңағы 2 айдан ары қарап ұзақ болады. 1 айға дейін, мысалы, орта есеппен 2 апта ауырсаң, ол жедел қабыну болады. Сондай. Жедел соғыс, ұзаққа созылатын созылмалы соғыс деген бар. Сол соғыс болғаннан кейін не істейсің? Әскерлерің келеді. Әскерлер қандай жолдармен келеді дедік? Қан тамырлары арқылы келеді. Қан тамырлар ол қан деген кәдімгі сұйық зат. Сөйтіп сұйық затты келген кезде өзімен бірге сұйықтықпен келеді да. Сұйықтықпен келген кезде ол не болады? Ісінеді. Ісінген ол қабынудың бір белгісі. Эксудация деп атаймыз да. Қабынудың 3 кезеңі бар дедік. Соғыстың жалпы 3 кезеңі бар. Саған басып кірді. Сен басып кіргеннен жеңгенге дейінгі сәт, жеңіске жеткеннен кейін не істейсің? Альтерация. Басып кірген кездегі бірінші соғыс, зақымдану, эксудация. Жаңағы сырттан әскерлерінің келуі көмекке, онымен бірге сұйықтықтармен келуі, сол жерде ісініп, сол жерде қосымша жасушалар келіп, и соңында пролиферация болады. Бұл соғысқа бізде кімдер қатысады? Соғысатын әскерлер қатысады.
әскердің әртүрлі түрлері бар деді. Әуе, теңіз, иә. Сол сияқты ол именно ағзадағы әскердің түрлері қандай дедік? Нейтрофилдер, эозинофилдер, базофилдер, лимфоциттер деп аталады. Енді ол терминдегі бүйтіп басында барып сен просто сутьті түсінсең болды ғой. Сен даже биологияны өтпегенсің ғой. Мысалы ол саған тіпті оңай болады. Просто сен түсініп тұрсың ғой, иә, сутьті. Әртүрлі әскерлеріміз болады біздің ағзамызда. Сөйтіп олар келген соң, арнайы қарумен келген соң біз не істейміз? Бұйыртса жеңіске жетеміз. Ура! Ол жеңіске жеткенмен бітті ма шаруа? Біткен жоқ. Біткен соң не істеу керек? Қалпына келтіру керек. Ол бізде не деп аталады? Пролиферация деп аталады. Пролиферациямен сонымен біз жеңіске жетеміз. Күшті жазылмаймыз. Пролиферация деген сол жерде жергілікті жасушалар. Ол жерде основной рөл атқаратын макрофаг жасушалары, жергілікті жаңа иммунды жасушада, одан кейін фибробласт деп аталатын жасуша. Фибробласт и әр ағзаға өзіне тән маманданған жасушалары. Мысалы, қандай жүректің өзінің жасушалары бөлек, бауырдың өзінің жасушалары бөлек, асқазанның, бронхтардың әрінің өзінің жасушасы бар. И өзінің әр жасуша өзінің бұрынғы жұмыс орны қандай болғанын біледі. Ал фибробласт деген бұл универсальный құрылысшылар кәдімгі. Ол құрылысшылар келіп сап береді да, бірақ олар бірінші дизайнын ойлау керек қой. Ол қалай салынуы дұрыс болады, дұрыс па? Мысалы лаборатория болса, ол мысалы қанша кабинет керек, олар қалай орналасуы керек деген сияқты. Дәл сол сияқты әр құрылысшы бар бізде фибробласт деген. Оған көмек беріп тұратын макрофаг деген жасуша бар. И әр тіннің өзінің маманданған жасушалары бар. Больницалар салатын кезде кімдермен ақылдасасың? Больницада кімдер жұмыс істейді? Вообще больницада кімдер жұмыс істейді? Дәрігерлер. Дәрігерлермен ақылдасасың. Мектеп салу үшін кіммен ақылдасасың? Мұғалімдермен. Мұғалімдермен ақылдасасың. Тағы не бар? Мысалы әскери бөлімді салу үшін әскерлермен сол сияқты әр маманданған өзінің жасушаларымен ақылдасасың. Сонда пролиферация кезінде фибробласт құрылысшылар қатысады, макрофагтар қатысады, жергілікті әскер қорғап тұру керек қой сол жерде. И маманданған әрқайсысының өзінің клеткалары қатысады. Эпителий, в основном эпителий жасушалар деп атайды. Жұмыскерлер деген сол эпителий деген. Сол. Сонымен не істейміз біз? Соғысты жеңіп шығамыз. Бұйыртса. Сөйтіп ұмытып кетеміз оны кейін, иә? 1 жыл, 2 жыл өткен соң. Қаңтар оқиғасында ұмытып. Қазір ешкім қаңтар оқиғасы деп қайғырып отпайды енді. Тек больницада жұмыс істеген, әскерде жұмыс істеген адамдар, соны көрген адамдар болмаса, осының қазақ халық оны ұмытты да кетті, дұрыс па? Ешкім оны күнде әңгіме ағып айтпайды. Бұл жақта қабынуда 1-2 жүреді да, 1-2 айдан соң ұмытылып кетеді. Ұмытылып кетті деген сөз уже әскерлер керек емес деген сөз. Сөйтіп 1-2 айдан кейін қайттан дұшпан ұмытқан кезде олар қайттан салуды ұстап қалса, қайттан ауырамыз. Бірақ ана қатты бір зардап әкелетін жаулар болады да, қызылша деген сияқты. Олар біз өмір бақи ұмытпаймыз. Қайттан енді ауырмауға тырысамыз. Сол негізі қабыну деген сондай миыңдас жерім бар. Сізге өз алғысымды білдіремін. Жалпы негізі бүгінгі сабақ жайлы өз пікіріңізді білдірсеңіз. Негізі бұлар қалай түсінікті болды ма? Егер терминдерді елестетіп білсеңіз. Түсінікті. Түсіндің ба? Просто терминдерден шатасып кетеміз, мен ашиды. Шатаспау үшін не істеу керек? Жаттау керек. Жаттау керек, иә? Сонда бірінші бұл жердегі оқу процесі кезіндегі мақсат ол бірінші түсіну процесті. Одан кейін жаттау кейбір терминдерді. Не маңызды? Бұл жерде тақырыпты бір рет оқыған жеткіліксіз. Түсіну үшін және 1-2 рет оқисың, жаттау үшін және қайталап оқуың керек. Андай нәрсе көп қалып, короче. Ақпаратты мақтап есте сақтап алу үшін, мысалы оқисың ғой бірінші рет. Одан кейін екінші рет 8 сағаттан соң оқы дейді. Үшінші рет 24 сағаттан соң. Сол кезде ақпаратты есте сақтау шансы өте жоғары болады дейді. Бірінші рет оқып түсінесің, екінші рет оқып кейбір мән бермеген жерлерді қайта көресің да, үшінші рет оқып есте сақтау қабілетін жасап. Сонда мысалы сен ертеңгі болатын сабақта бүгін таңертең оқып қойсаң, таңертең 6-да тұрып оқисың ғой мектепке кеткенге дейін. Кейін кешкі сабақтан келген соң 4-те де 5-те оқисың да. Ертесіне таңертең 6-да оқысаң,
сонда уж ол ақпарат как елу пайыздай уже сенің есіңде қалады екен. Ұзақ есте сақтап қойып береді. Сол сізге өз алғысымызды білдіреміз. Екеуміз екі жақта отырып ортаны бітіп ашық қалдырып қойып. Табыс тілейміз. Бұйыртса биология сабағының жақсы оқып, жақсы жетістіктерге жете беріңіз. Өкінішті әрине биология өтпегеніміз. Енді бірақ түсінікті болды. Қазір менен курс сатып алатын бедіңіз, медицинада оқысаңыз. Көрді сол. Жақсы, рахмет. Табысты, мықты маман иесі бола беріңіз. Өзіңіз кім болғыңыз келеді? Ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Осымен ойлай, үйремен. Жақсы достар, назар салып көргендеріңізге рахмет.